Баршаңызға сәлем. Мен сіздерге бүгін үйіңізге бақыт, береке, ырыс алып келетін гүлдер туралы айтпақпын. Ең бірінші тұрған бұл әйел бақыты гүлі. Бұл гүлді үйде өсірсеңіз, жалғыз жүрген ер немесе әйел адам өзінің жақын арада жұбайын табады. Ал жаңадан үйленген ерлі зайыптылар бала туралы ойлайтын болса, сол армандарына қол жеткізеді. Екінші фиалка гүлі. Бұл фиалка гүлін үйде өсірсеңіз, үйіңізде ұрыс, керіс, жанжал аз болады. Сондай-ақ көптеген адамдар бұл гүлді мәңгілік махаббаттың символы деп санайды. Одан кейінгі үшінші гибискус гүлі, бұл Қытай раушаны деп аталады. Үйіңізде бұл гүлді өсірсеңіз, көп ұзамай сүйіспеншілікке толы махаббатты болжайды деген сенім бар. Төртінші хоя гүлі. Кейбір елдерде бұл хояны 14 ақпан Валентин күнінде де беріп жатады. Егер де оны жатын бөлмесінде өсірсе, отбасылық бақытқа ең қолайлы әсері бар деп есептейді. Одан кейін мирт гүлі. Бұл гүлді сіздің некеңізді сәтті етуге көмектеседі өсірсеңіз. Және де ересек отбасыға бейбітшілік пен бақыт әкеледі. Бұл гүл көптеген елдерде жаңадан үйленгендерге сәтті сыйлық болып саналады. Алтыншы айхризон гүлі. Адамдар оны махаббат ағашы немесе бақыт ағашы деп атайды. Бұл гүлді өсірсеңіз, үйіңізге бақыт және махаббат әкеледі. Келесі гүліміз калатея гүлі. Бұл өсімдік үйіңіздің нағыз бақытының символы болып табылады. Және де қамқоршы, тіл көзден сақтайды. Сегізінші гүліміз хлорофитум. Адамдар бұл гүлді өсірген кезде үйіне отбасылық өмірге бейбітшілік және бақыт әкеледі деп айтады. Тоғызыншы гүліміз оксалис гүлі, яғни кислиса. Егер де отбасыңызды сақтау қажет болса, осы гүлді өсірсеңіз болады. 10-шы антуриум гүлі. Егерде, яғни ер бақыты гүлі. Бұл өсімдік махаббатта бақыт пен сәттілік әкеледі. Ал ер адамдар үшін бұл ер күші болып табылады. Құрметті достар, үйіңізде қандай гүл өсіресіз? Менің осы видеом пайдалы болды ма? Егерде менің видеом сіздерге пайдалы болса, комментарийге өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіріп кетулеріңізді сұраймын. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет.